Домалақ тоқаш ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бірде қария бәйбішесіне: «Бәйбіше, маған тоқаш пісіріп берші», дейді. «Неден пісіремін? Ұн жоқ». «Ей, кемпір-ай, қамбадан, қоймадан қарасайшы, бірдеңе табылар». Бәйбіше солай істеді. Қамбаны сыпырып, екі усын жинап, қаймақ қосып, қамыр иледі. Қамырды домалатып, оны майға пісіріп, терезенің алдына суытуға қойды. Тоқаш терезенің алдында жата-жата жалығып кетті. Ол терезеден орындыққа, орындықтан еденге, еденнен табалдырыққа, табалдырықтан дәлізге секіріп, домалап аулаға, ауладан қақпаның сыртына көгалға шықты да, соқпаққа түсіп, домалай жөнелді. Тоқаш жолмен домалап келе жатып, қоянға жолықты. Қоян оған: «Тоқаш, мен сені жеп қоям», деді. «Қылай көз, сен мені жеме, одан да менің әнімді тыңдашы», дейді. Қоян құлағын түріп тыңдай бастайды. Тоқаш былай деп шырқады: «Мен тоқашпын, мені қамбадан сыпырып, қоймадан жинап, қаймаққа иледі. Пешке салып, пісіріп, суытуға қойды. Ал мен секіріп түсіп, ата мен әжеден кетіп қалдым. Сенен кету маған тіпті түк емес», дейді. Сөйтіп, тоқаш әрі қарай домалай жөнелді. Аңқау қоян санын соғып қала берді. Тоқаш әрі қарай орманның ішімен домалап келе жатқанда, алдынан қасқыр шықты. «Тоқаш, мен сені жеймін», деді. «Жеме мені, сұр бөрі, мен саған ән айтып беремін». Сөйтті де тоқаш әндете жөнелді: «Мен тоқашпын, мені қамбадан сыпырып, қоймадан жинап, қаймаққа иледі. Пешке салып, пісіріп, суытуға қойды. Ал мен секіріп түсіп, ата мен әжеден, қояннан кетіп қалдым. Сенен кету маған тіпті түк емес», дейді. Сөйтіп тоқаш әрі қарай домалай жөнелді, алаш бөрі санын соғып қала берді. Тоқаш орманның ішімен домалап келе жатса, оған қарсы аю келе жатыр екен. Бұдақтарды сындырып, бұталарды жапырып келе жатыр. «Тоқаш, мен сені жеймін», деді. «Тү, маймақ аю, саған мені жеу қайда? Одан да менің әнімді тыңда». Тоқаш шырқай жөнелгенде, аю құлағы салпиып, тыңдай бастады. «Мен тоқашпын, мені қамбадан сыпырып, қоймадан жинап, қаймаққа иледі. Пешке салып, пісіріп, суытуға қойды. Ал мен секіріп түсіп, ата мен әжеден, қояннан, қасқырдан да кетіп қалдым. Сенен кету маған тіпті түк емес», дейді. Сөйтіп тоқаш әрі қарай домалай жөнелді. Ал маймақ аю артынан қарап қала берді. Сөйтіп тоқаш орманның ішімен домалап келе жатса, алдынан түлкі шығады. «Амансың ба, тоқашжан, қандай албыраған келістедің?» Мақтағанға қуанып, тоқаш шырқай жөнеледі. Ал түлкі оны тыңдап, ақырын жақындай береді. «Мен тоқашпын, мені қамбадан сыпырып, қоймадан жинап, қаймаққа иледі. Пешке салып, пісіріп, суытуға қойды. Ал мен
секіріп түсіп, атамен әжеден, қояннан, қасқырдан, аюдан да кетіп қалдым. Сенен кету маған тіпті түк емес, дейді. Керемет ән екен, дейді түлкі. Әттең қартайып, құлағым нашар естиді шырағым. Менің тұмсығыма отырып, тағы бір рет шырқап берші. Әнін мақтағанға тоқаштың есі кетіп қуанып, түлкінің тұмсығына отырып алып шырқай бергенде, түлкі оны ғасап қойды.